Жаратылыс кітабы 26 бап. Елде Ибраимнің дәуірінде болған ашлықтан басқа бір ашлық жүз берді. Исақ Герарға филистлердің патшасы Абимелехке кетті. Жаратқан ие Исаққа көрініп былай деді: Мысырға барма, мен айтатұғын жерде жаса, сол жерде келгінді болып жасай бер. Мен сенің менен бірге болып, сені жарылқайман. Міне, осы жерлердің хаммесін саған хам сенің ұрпақларыңа беремен. Әкең Ибраимға берген антымды орындайман. Сенің ұрпақларыңды аспандағы жұлдызлар сияқлы көбейтіп, осы жерлердің хаммесін оларға беремен. Жер жүзінің барлық халқлары сенің ұрпақларың арқалы жарылқанады. Өйткені Ибраим маған бойсынып, менің тапсырмаларымды, бұйрықларымды, қағидаларымды, хам көрсетпелерімді орындады. Солай етіп, Исақ Герарда орналасып қалды. Сол жердің халқы онан хаялы хақында сұрағанда, ол хаялын қарындасым деп айтты. Себебі ол Ребекка Гозал. Сондықтан бұл жердің адамлары мені ол себеплі өлтіреді деп ойлап, оны хаялым деп айтуға қорықты. Исақ сол жерде жасап атырғанына көп болғанда, филистлердің патшасы Абимелех терезеден қарап Исақтың Ребекканы аймалап атырғанын көрді. Сонда Абимелех Исақты шақырып алып, ол сенің хаялың екен ғой, неге оны қарындасым дедің? Деп сұрады. Исақ оған жауап берді: Өйткені ол себеплі мені өлтіреді деп ойладым, деді. Абимелех оған: Неге біздерге бұлай істедің? Халық арасынан біреудің хаялыңа жақындасып қоюы мүмкін еді ғой. Сондай болғанда сен біздерді күнәға батырар едің, деді. Соңынан Абимелех бүткіл халыққа: Кімде-кім бұл адамға ямаса, оның хаялына қол тигізсе, ол сөзсіз өлтіріледі, деді. Исақ сол жерге тұқым септі, хам сол жылы 100 есе артық өнім алды. Себебі оны жаратқан ие жарылқаған еді. Исақ байып кетті. Байлығы кем-кемнен көбейіп, ол жүзі бай адамға айланды. Оның ірі хам майда маллары, көп қызметшілері болғанлықтан, филистлер оны қызғана басылады. Әкесі Ибраимның тірі уақытында оның қызметшілері қазған құдықтардың хаммесін филистлер топырақпенен көміп тастады. Сонда Абимелех Исаққа: Біздің жерімізден кет, өйткені сен біздерден көре анағұрлым күшлі болып кеттің, деді. Сондан кейін Исақ ол жерден кетіп, Герар ойпатлығына шатырларын тікті. Хам сол жерге қоныс басты. Әкесі Ибраимның тірі уақытында қазылып, оның өлімінен соң филистлер тарапынан көміп тасланған құдықтарды Исақ қайтадан қаздырып, оларға әкесі қойған бұрынғы атларды қойды. Исақтың қызметшілері ойпатлықта құдық қазып атырып, бір бұлақ тапты. Герар шопаллары: Бұл су біздердікі деп, Исақтың шопалларыменен жанжалдесті. Олар өзіменен таласқаны үшін Исақ құдықты Есек деп атады. Соңынан олар басқа бір құдық қазды. Бірақ бұл құдық себеплі де жанжал шығып, Исақ оны Ситна деп атады. Исақ ол жерден көшіп кетіп, және басқа бір құдық қаздырды. Бұл құдық себеплі жанжал шықпағанлықтан, Исақ оны Рехобот деп атап, жаратқан ие ақыры біздерге кең жер берді. Енді біздер бұл жерде өсіп өнеміз, деді. Исақ ол жерден Бершебаға көшіп кетті. Жаратқан ие сол күні түнде оған көрініп: Мен әкең Ибраимның құдайыман, қорқпа, мен сенің менен біргемен, мен сені жарылқайман, хам құлым Ибраим үшін ұрпағыңды көбейтемен, деді. Исақ сол жерде құрбанлық орын құрып, жаратқан иенің атын айтып шақырды. Ол шатырларын сол жерге тікті. Хам оның қызметшілері бір құдық қазды. Абимелех оның кеңескойы Ахузат, хам саргардасы Пихол Герардан Исаққа келді. Исақ оларға: Неге менің алдыма келдіңлер? Сіздер мені жек көріп, еліңізден қуып жіберген едіңіз ғой, деді. Олар: Жаратқан иенің сенің менен бірге екенін біздер анық білдік. Сондықтан біздер сенің менен өзара ант ішіп, келісім түзуді ойладық. Біздер саған қол тигізбей, тек жақсылық етіп, сені тыныштықпенен жібергеніміз сияқлы, сен де біздерге жаманлық істемеуің хақында келісім түзейік. Сен енді жаратқан ие тарапынан
жарылқанған адамсаң, деді. Ысақ олар үшін зияпат берді, һәм олар ішіп жеді. Ертеңіне таң азанда тұрып, олар бір-біріне ант берді. Соңынан Ысақ оларды шығарып салды, һәм олар Ысақтың алдынан аман есен кетті. Осы күні Ысақтың қызметшілері келіп, біздер су таптық деп өзлері қазған құдық хақында оған хабарлады. Ысақ ол құдықтың атын Шеба деп атады. Сол себеплі ол қаланың аты бүгінгі күнге шейін Бершеба деп аталады. Исау 40 жасқа толғанда Хет халқынан болған Беридің қызы Яхудитке һәм Хет халқынан болған Элонның қызы Басематқа үйленді. Бұл хаяллар Ысақ пенен Ребекканың басына көп қайғы салды. Жаратылыс кітабы 27 бап. Ысақ қартайып, көзі көрмей қалды. Ол үлкен ұлы Есауды шақырып алып, оған «Ұлым» деді. «Ләббәй» деп жауап берді Есау. Ысақ оған былай деді: «Міне мен қартайып қалдым. Қашан өлетұғынымды білмеймін. Енді сен құралларыңды, садақ һәм оқларыңды ал да, дүзге кетіп, мен үшін бір аң аулап кел. Кейін мен жақсы көретұғын мазалы ауқат даярлап, маған алып кел. Мен оны жеп, өлмесімнен бұрын саған патия берейін». Ысақ ұлы Есауға бұл сөздерді айтып атырғанда, бұны Ребекка естіп тұрған еді. Есау аң аулап әкелу үшін дүзге кеткенде, Ребекка ұлы Яқыпқа былай деді: «Мен әкеңнің ажағаң Есауға айтқан гәпін естіп қалдым. Әкең оған, маған бір аң аулап әкеліп, мазалы ауқат таярла. Мен оны жеп өлмесімнен бұрын саған жаратқан ие алдында патия берейін» деді. «Ұлым, енді мені диққатпенен тыңлап алып, айтқанларымды ісле. Сүреуге барып, ол жерден маған 2 ылақты сайлап әкел. Мен олардан әкең жақсы көретұғын мазалы ауқат таярлайын. Соңынан сен оны жеуі үшін әкеңе апарасаң. Сонда әкең өлмесінен бұрын саған патиясын береді». Яқып анасы Ребеккаға: «Бірақ ажағам Есаудың денесін жүн басқан, ал менің денемде жүн жоқ. Егер әкем мені сипалап көрсе, не қыламан? Оны алдап атырғанымды біліп қойса, патия орнына қарғыс аламан ғой», деді. Анасы оған: «Балам, саған келетұғын қарғыс маған келсін. Сен менің гәпіме кіріп, ылақларды алып кел», деді. Сонда Яқып барып, ылақларды анасына әкеліп берді. Анасы олардан Ысақ жақсы көретұғын мазалы ауқат таярлады. Соңынан Ребекка үлкен ұлы Есаудың үйіндегі ең жақсы киімлерін алып, кіші ұлы Яқыпқа кигізді. Оның қолларын һәм мойнының жүнсіз жерлерін ылақлардың терісі менен орады. Кейін өзі таярлаған мазалы ауқат пенен нанды ұлы Яқыптың қолына берді. Солай етіп, Яқып әкесінің жанына келіп, «Аға» деді. Әкесі оған: «Ләббәй ұлым, сен кімсең?» деді. Яқып әкесіне: «Мен сенің тұңғыш ұлың Есауман. Мен сенің айтқаныңды іследім. Тікейіп отырып, мен әкелген аңның көшінен же. Солай етіп, маған патияңды бер», деді. Ысақ ұлынан: «Қалайынша бұнша тез таптың, ұлым?» деп сұрады. Яқып әкесіне: «Сенің құдайың болған жаратқан ие менің жолымды берді», деп жауап берді. Сонда Ысақ Яқыпқа: «Жақынырақ кел, ұлым. Сен расында да ұлым Есаусаң ба, ямаса ол емессең бе? Соны білу үшін сені бір сипалап көрейін», деді. Яқып әкесі Ысаққа жақындады. Әкесі оны сипалап көріп, даусы Яқыптың даусы, бірақ қоллары Есаудың қоллары деп сөйленді. Яқыптың қоллары ажағасы Есаудың қолларындай жүнлі болғанлығы себеплі Ысақ оны танымады. Сондықтан ол патиясын бермекші болып атырып, және оннан: «Сен расында да ұлым Есаумысаң?» деп сұрады. «Ауа, Есауман» деп жауап берді Яқып. Сонда Ысақ оған: «Ұлым, өзің әкелген аңның көшін алып кел. Мен оны жеп, саған патиямды берейін», деді. Яқып дәслеп ауқатты, кейін шарапты әкеліп әкесіне берді. Әкесі ауқаттан жеп, шараптан ішті. Соңынан Ысақ оған: «Жақынырақ келіп, мені сүй, ұлым», деді.
Яқып жақынырақ барып әкесін сүйді. Исақ оның киімлерінен Есаудың иісін сезді. Хам Яқыпқа патиясын беріп, былай деді: «Міне, ұлымның иісі мегзер, жаратқан иенің жарылқаған дала иісіне. Берсін Құдай саған аспан шығын, хам жердің өнімдар топырағын, мол ғалле хам жүзім суын. Халқлар саған қызмет етсін, миллетлер алдында бас иісін. Билік ет туысқандарыңның үстінен, қаналасларың алдыңда бас иісін. Сені ғарғайтұғылар ғарғысқа ұшырасын, сені жарылқайтұғылар жарылқансын». Яқып Исақтың патиясын ала сала, оның алдынан шығып бара тұрған уақытта ажағасы Есау аңнан қайтып келді. Есау да мазалы ауқат таярлап әкесіне әкелді. Соңынан ол әкесіне: «Аға, тікейіп отыр, мен әкелген аңның көшінен же. Солай етіп, маған патияңды бер», деді. Әкесі онан: «Сен кімсің?» деп сұрады. «Мен сенің тұңғыш ұлың Есауман», деп жауап берді ол. Сонда Исақ қатты шоршып, дірілдеп кетіп: «Хау, олай болса маған аң аулап әкелген кім еді? Сен келместен бұрын мен тап жаңа ғана ауқатты жеп, оған патиямды берген едім. Енді патия алған ол болады», деді. Есау әкесінің сөзлерін естігенде ащы дауыспенен бақырып жылап: «Маған да патияңды бер, аға», деді. Бірақ әкесі оған: «Інің хилекерлікпенен келіп, саған тиесілі патияны алып кетті», деді. Сонда Есау әкесіне: «Ол бекарға Яқып деп аталмаған шығар. Ол мені 2 рет алдады ғой. Дәслеп тұңғышлығымды алды, ал енді маған тиесілі патияны да алып кетті», деді. Соңынан ол: «Және мен үшін ешқандай патия қалдырмадың ба?» деп сұрады. Исақ оған былай деп жауап берді: «Мен ініңді сені билейтұғын қылдым. Барлық туысқанларын оған қызметші еттім. Оны ғалле хам жаңа шараппенен тәминледім. Енді мен сен үшін не істей аламан, ұлым?» Есау әкесіне: «Аға, сенде патия тек біреу ме? Маған да патияңды бер, аға», деп дат салып жылай баслады. Сонда Исақ ұлына былай деп жауап берді: «Сенің маканың өнімдар топырақтан, аспан шығыннан жырақ болады. Қылышыңның күшіменен жасап, ініңе қызмет етесең, бірақ оған қарсы бас көтергеніңде, ол салған мойынтырықты лақтырып таслайсың». Әкесі патиясын Яқыпқа бергені үшін Есау інісі Яқыпты жек көріп қалды. Есау: «Әкемнің өлімі шамаласты. Оны азалау күндері өткеннен кейін інім Яқыпты өлтіремен деп ойлап жүрді». Бірақ Ребекка, үлкен ұлы Есаудың ойыннан хабардар болғанда, кіші ұлы Яқыпты шақыртып алып, оған былай деді: «Міне, ажағаң Есау сені өлтіруді ойлап, өзін жұбатып жүріпті. Енді ұлым, менің сөзіме құлақ сал. Қазір-ақ Харанға, ажағам Лабанның жанына қашып кет. Ажағаңның ашуы басыламан дегенше, бір қанша уақыт Лабанның жанында қал. Ажағаңның ашуы басылып, оған істеген ісің есінен шыққаннан соң, мен біреуді жіберіп, ол жерден сені алдыраман. Болмаса мен бір күнде екеуіңізден де айырылып қаламан ғой». Кейін Ребекка Исаққа: «Мына хет келілеріміз мені жанымнан тойдырды. Егер Яқыпта бұл жердің қызларына, хет қызларға үйленсе, онда маған жасаудың неге керегі бар?» деді. Жаратылыс кітабы 28 бап. Исақ Яқыпты шақырып алып, оған патиясын берді. Хам былай деп бұйырды: «Қананлы қызларға үйленбе. Дархал бұл жерден кетіп, Паддан Арамға, анаңның әкесі Бетеуілдің үйіне бар. Ол жерде дайың Лабанның қызларының біреуіне үйлен. Құдіреті күшлі Құдай сені жарылқасын, өсіп өндіріп көбейтсін, хам ұрпағынан көплеген халқлар таратсын. Құдай сені жарылқасын, өсіп өндіріп көбейтсін, хам ұрпағынан көплеген халқлар таратсын. Ол Ибраимға берген жарылқауын саған хам сенің ұрпақларыңа да берсін. Солай етіп, сен қазір келгінді болып жүрген жерді, Құдайдың Ибраимға берген жерін меншік етіп иелегейсің». Соңынан Исақ Яқыпты жолға атландырды. Яқып Паддан Арамға өзінің хам Есаудың анасы Ребекканың ажағасы
арамлы бетеуілдің ұлы Лабанның үйіне кетті. Ысақ Яқыпқа патия беріп, үйлену үшін оны Падан Арамға жібергенін, оған патия беріп атырып, Қананлы қызларға үйленбе деп бұйырғанын хам Яқып ата-анасының сөзіне құлақ салып, Падан Арамға кеткенін Есау білді. Солай етіп, Есау Қананлы қызлардың әкесіне ұнамайтығынын түсінді. Сондықтан ол Ибраимның ұлы Исмайылдың алдына барды. Хам хаялларының үстіне Исмайылдың қызы Небайоттың қарындасы Махалатты хаяллыққа алды. Яқып Бершебадан шығып, Харанға қарай жол жүрді. Ол бір жерге жетіп келгенде, түнеу үшін тоқтады. Себебі құяш батып қалған еді. Ол сол жерден бір тасты алып, оны басының астына қойды да, ұйқылау үшін жатты. Яқып түсінде жер үстінде тік тұрған текшені көрді. Текшенің ұша басы аспанға тиіп тұрған болып, Құдайдың періштелері оның үстінде мініп түсіп жүрген еді. Текшенің басында жаратқан ие тұрған болып, ол Яқыпқа былай деді: «Мен Ибраимның хам Исақтың Құдайы жаратқан ие мен. Сен жатқан жерді мен саған хам ұрпақларыңа беремен. Сенің ұрпақларың жердің құмындай көп болып, батысқа хам шығысқа, арқаға хам құбылаға жайылады. Жер жүзіндегі барлық халқлар сен хам сенің ұрпағың арқалы жарылқанады. Мен сенің менен біргемен. Қай жерге барсаң да мен сені қорғайман. Хам сені және осы жерге қайтараман. Саған берген уәдемді орынламағанымша сені таслап кетпеймен». Яқып оянып, «Хақиқаттан да жаратқан ие осы жерде екен ғой, бірақ мен білмеппен» деп ойлады. Ол қорқып кетіп, «Бұл жер қаншелі қорқыншылы, бұл Құдайдың үйінен басқа хеш нәрсе емес, бұл аспан дарвазасы» деді. Яқып азанда ерте тұрып, басының астына қойған тасты алды да, оны естелік қылып тікілеп, үстіне зәйтун майын құйды. Ілгері Луз деп аталған бұл қалаға Бейтел деп ат қойды. Яқып уәде беріп, былай деді: «Егер Құдай менің бірге болып, баратырған осы жолымда мені қорғаса, маған жеуге нан, киюге киім берсе, сөйтіп мені әкемнің үйіне аман есен қайтарса, онда жаратқан ие менің Құдайым болады. Мен естелік қылып тікілеген мына тас Құдайдың үйі болады. Сенің маған беретұғыныңның хаммесінен саған оннан бірін беремен». Жаратылыс кітабы 29 бап. Яқып жолын давам етіп, шығыс халқларының жерлеріне жетіп келді. Ол сол жердегі далада бір құдықты, хам құдықтың жанында жатырған 3 сүру қойды көрді. Өйткені қойлар сол құдықтан суғарылатұғын еді. Құдықтың аузында үлкен тас бар еді. Барлық сүрулер ол жерге жиналғанда, шопаллар құдықтың аузынан тасты алып қойып, қойларды суғаратұғын еді. Соңынан олар тасты және өз орнына құдықтың аузына қоятұғын еді. Яқып шопаллардан: «Туысқанларым, қай жерденсіздер?» деп сұрады. Шопаллар оған: «Біздер Хараннанбыз» деп жауап берді. Яқып олардан: «Нахордың ақлығы Лабанды танисызлар ма?» деп сұрады. «Ауа, танимыз» деп жауап берді олар. Яқып олардан: «Және оның хал жағдайы жақсы ма?» деп сұрады. Олар: «Жақсы, әне оның қызы Рахила қойларын айдап келатыр» деді. Яқып оларға: «Күн батуға елі көп уақыт бар. Қазір сүруді жинайтұғын уақыт емес қо. Қойларыңызды суғарып болып, және отлап қайтқаныңыз жақсы емес пе?» деді. Шопанлар: «Барлық сүрулерді жинап, құдықтың аузындағы тасты алып таслағанымыздан кейін ғана біздер қойларды суғара аламыз» деді. Яқып шопанлар менен сөйлесіп тұрғанда, Рахила әкесінің қойлары менен келіп қалды. Себебі ол қой бағатұғын еді. Яқып дайысы Лабанның қызы Рахиланы хам оның қойларын көргенде, құдыққа барып, оның аузындағы тасты алып таслады да, дайысы Лабанның қойларын суғарды. Соңынан Яқып Рахиланы сүйіп, өкіріп жылап жіберді. Ол Рахилаға әкесінің жиені Ребекканың ұлы екенін айтты. Сонда Рахила жүгіріп барып, әкесіне хабар берді.
Лабан жиені Яқыптың келгенін естуден ақ оны қарсы алу үшін жүгіріп шықты. Оны құшақлап сүйді һәм үйіне алып келді. Яқып оған болған уақиялардың һәммесін айтып берді. Сонда Лабан Яқыпқа: «Ауа, шынында да сен менің қанлас туысқаным екенсің», деді. Яқып Лабандікінде бір айдай жасағаннан кейін Лабан Яқыпқа: «Ағайыным болғаның үшін маған тегінге қызмет етуің керек пе? Маған айт, қызмет хақыңа қанша төлейін?» деді. Лабанның екі қызы болып, олардың үлкенінің аты Лея, кішкенесінің аты Рахила еді. Леяның көзлері мүлайым, ал Рахиланың қадды қауметі келіскен, шырайлы еді. Яқып Рахиланы сүйіп қалды. Ол Лабанға: «Кішкене қызыңыз Рахила үшін мен сізге 7 жыл қызмет етемен», деді. Лабан оған: «Басқа біреуге бергеннен көре оны саған бергенім жақсы. Менікінде жасай бер», деді. Солай етіп Яқып Рахила үшін 7 жыл қызмет етті. Яқып Рахиланы сүйгенліктен бұл 7 жыл ол үшін бірнеше күндей болып көрінді. Сонда Яқып Лабанға: «Келісілген уақыт келді. Енді қызыңызды берің, мен оған үйленейін», деді. Солай етіп Лабан ол жердің барлық халқын жинап той берді. Бірақ түнде ол қызы Леяны әкеліп Яқыпқа берді. Һәм Яқып оның менен жатты. Лабан шорысы Зилпаны қызы Леяға қызметші етіп берді. Яқып азанда тұрып қараса, жанында Лея жатырғанын көрді. Ол Лабанға: «Бұл не қылғаныңыз? Мен Рахила үшін қызмет еткенім жоқ педім. Мені неге алдадыңыз?» деді. Лабан оған: «Біздердің дәстүріміз бойынша үлкен қызынан бұрын кішкене қызын ұзатпайды. Бұл тойлау хаптесі тамам болсын, соңынан саған Рахиланы да береміз. Бірақ оның үшін және 7 жыл қызмет қыласаң», деді. Яқып бұған келісім беріп, сол бір хаптені Лея менен бірге өткізді. Соңынан Лабан оған қызы Рахиланы да хаялыққа берді. Лабан өз шорысы Билханы қызы Рахилаға қызметші етіп берді. Яқып Рахила менен де жатты, һәм ол Рахиланы Леядан көре көбірек жақсы көрді. Солай етіп, Яқып Лабанға және 7 жыл қызмет етті. Жаратқан ие Яқыптың Леяда күйеулі жоқ екенін көргенде, оны туатығын қылды, ал Рахила бейперзент еді. Лея хамледар болып бір ұл туды. Ол: «Жаратқан ие менің бақытсызлығымды көрді. Енді күйеуім мені жақсы көретұғын болады», деп ұлына Рубен деп ат қойды. Ол және хамледар болып ұл туғанда, жаратқан ие күйеуімнің менде күйеулі жоқ екенін естті, һәм маған бұл ұлды да берді, деп ұлына Шимон деп ат қойды. Ол және хамледар болып тағы бір ұл туғанда, енді күйеуім маған байланады, өйткені мен оған 3 ұл туып бердім, деп ұлына Леби деп ат қойды. Кейін ол және хамледар болып тағы бір ұл туғанда, бұл ретмен жаратқан иені алғыслайман деді, һәм ұлына Яхуда деп ат қойды. Соң ол бір қанша мүддет бала көтермеді. Жаратылыс кітабы 30 бап. Рахила Яқыпқа бала туып бере алмағанлықтан ажапасын қызғана басылады. Ол Яқыпқа: «Маған перзент бер, болмаса өлемен», деді. Яқыптың Рахилаға ғазебі қайнап: «Мен құдайман ба, сенің құрсағыңа перзент бермеген», деді. Рахила: «Мынау менің шорым Билха, сен оның менен жат, сонда ол бала туып етегіме салады, һәм мен де ол арқалы балалы боламан», деді. Солай етіп Рахила өз шорысы Билханы күйеуіне хаялыққа алып берді, һәм Яқып оның менен жатты. Билха хамледар болып Яқыпқа бір ұл туып берді. Сонда Рахила: «Құдай мені ақлады. Ол дадымды естіп маған бір ұл берді», деді, һәм ұлына Дан деп ат қойды. Рахиланың шорысы Билха және хамледар болып Яқыпқа екінші ұлын туып берді. Сонда Рахила: «Мен ажапама қарсы ұлы күресте оны жеңдім», деді, һәм ұлына Нафтали деп ат қойды. Лея өзінің тумай қалғанын көргенде, шорысы Зилпаны Яқыпқа хаялыққа берді. Леяның шорысы Зилпа да Яқыпқа бір ұл туып берді. Сонда Лея: «Бұл қандай бақыт», деді,
һәм ұлына Гад деп ат қойды. Леяның шорысы Зилпа Яқыпқа екінші ұлын туып берді. Сонда Лея, мен қандай қуанышлыман, енді хаяллар мені қуанышлы деп айтады, деді, һәм ұлына Ашер деп ат қойды. Рубен бидай орағы уақытында далаға барды. Ол далада маргия шөплерді тауып, анасы Леяға әкеліп берді. Сонда Рахила Леяға, ұлыңның маргия шөплерінен маған да бер, деді. Бірақ Лея оған, күйеуімді алғаның аз болғандай, енді ұлымның маргия шөплерін де алмақшымысың, деді. Рахила оған, мейлі, ұлыңның маргия шөплері есабынан күйеуім бұл ақшам сенің менен жатсын, деді. Кешқұрын Яқып даладан келгенде, Лея оны қарсы алуға шықты. Һәм оған, бүгін менің менен жатуың керек, себебі мен сені ұлым тауған маргия шөплерге алмастырдым, деді. Солай етіп, Яқып сол түні Лея менен жатты. Құдай Леяның даусын естіп, ол хамиладар болды, һәм Яқыпқа 5-ші ұлын туып берді. Сонда Лея, шорымды күйеуіме бергенім үшін Құдай маған сый берді, деді. Һәм ұлына Иссахар деп ат қойды. Лея және хамиладар болып, Яқыпқа 6-ші ұлын туып берді. Сонда Лея, Құдай маған жақсы сый берді. Ендігіден былай күйеуім мені қадірлейтұғым болады. Өйткені мен оған 6 ұл туып бердім, деді. Һәм ұлына Зебулон деп ат қойды. Бір қанша уақыттан соң ол қыз туып, атын Дина деп қойды. Ақыры Құдай Рахиланы еске алып, оның даусын естті, һәм оны туатұғын қылды. Рахила хамиладар болып, бір ұл туды. Ол, Құдай мені шерменделігімнен құтқарды, деді. Соңынан ол тағы, жаратқан ие маған және бір ұл берсін, деп, ұлына Юсуп деп ат қойды. Рахила Юсупты туғаннан кейін, Яқып Лабанға былай деді. Маған жауап берің, мен өз үйіме, өз жеріме қайтайын. Мен хаялларым менен балаларымды да бірге алып кетейін. Себебі мен сізге олар үшін қызмет еткен едім ғой. Менің сізге қаншелі қызмет еткенімді өзіңіз білесіз. Ал Лабан оған, егер сенің кеуіліңді таба алғанымда еді. Жаратқан иенің мені сен себеплі жарылқағанын пал ашу арқалы білдім. Маған қызмет хақыңды айт, саған төлеймен, деді. Яқып оған, сізге қалай қызмет еткенімді, һәм менің арқамда малларыңыздың қандай болғанын білесіз. Мен келместен бұрын бар болған аз ғана малыңыз жүда көбейіп кетті. Мен келуден жаратқан ие сізді жарылқап басылады. Бірақ енді мен өз үйім үшін қашан минет етемен, деді. Лабан оннан, саған не берейін, деп сұрады. Яқып оған, маған еш нәрсе бермең. Егер сіз мына шартыме көнсеңіз, мен және сіздің сүрулеріңізге қарап, оларды баға беремен. Бүгін мен барлық сүрулеріңізді аралап шығып, қой ешкілердің ала һәм жағалларын, яғни қойлардың қараларын, ешкілердің жағал һәм алаларын ажыратып қояйын. Олар менің қызмет хақым болсын. Кейін ала, сіз менің қызмет хақымды тексеру үшін келгеніңізде әділ екенімді біліп аласыз. Ешкілерімнен қайсы бірі жағал һәм ала болмаса, қойларымнан қайсы бірі қара болмаса, ұрлық деп есеплансын. Лабан оған, мейлі, сен айтқандай болсын, деді. Дегенменен Лабан сол күні ақ ала шұбар һәм жағал текелерді, үстінде ағы бар жағал ешкілерді һәм қара қойлардың һәммесін сүруден айырып, өз ұлларының қарауына тапсырды. Ол өзіменен Яқып арасындағы аралықты 3 күнлік жол етіп белгіледі. Ал Яқып Лабанның қалған малларын баға берді. Яқып өзіне ақ терек, бадам һәм шынар тереклерінен жас шыбықларды кесіп алды. Олардың ішіндегі ағы көрінгенше қабықларын ала-ала етіп қыршыды. Соңынан ол қыршылған шыбықларды қой ешкілердің алдына, олар су ішетұғын науалардың ішіне салып қойды. Қой ешкілер су ішеуге келгенде сол жерде шағылысатұғын еді. Олар шыбықлардың алдында шағылысқаннан кейін олардан ала шұбар һәм жағал қозы ылақлар туылатұғын еді.
Яқып қозыларды айырып, қойларды Лабанның барлық ала-шұбар һәм қара малларына қаратып қойды. Солай етіп, ол өзі үшін сүру пайда етіп, оларды Лабанның малларына араластырмады. Ұрғашылардың күшлілері күйге келген уақытта, олар шыбықлардың алдында шағылыссын деп, Яқып шыбықларды олардың көз алдына науалардың ішіне қоятұғын еді. Бірақ әзі ұрғашылар күйге келген уақытта, ол шыбықларды қоймайтұғын еді. Солай етіп, әзі маллардан туылғанлары Лабанға, күшілерінен туылғанлары Яқыпқа тиесілі болды. Осы жолменен Яқып хадден зият байып кетті. Оның сүру қой ешкілері, шорылары һәм құллары, түйе һәм ешеклері болды. Жаратылыс кітабы 31 бап. Яқып Лабанның ұлларының. Яқып әкеміздің барлық затларын өзлестіріп, бүткіл байлығын әкемізге тиесілі болған мал-мүліктен арттырды, деп айтып жүрген есітті. Және де Лабанның да өзіне бұрынғыдай қарым-қатынаста емес екенін байқады. Сонда жаратқан ие Яқыпқа: аталарыңның жеріне, ағайын туғанларыңа қайт, мен сеніңменен бірге боламан, деді. Солай етіп, Яқып адам жіберіп, Рахила менен Леяны өз сүреулері жүрген жайлауға шақыртып, оларға былай деді: әкеңіздің маған деген қарым-қатынасының бұрынғыдай емес екенлігін көріп тұрман, бірақ әкемнің құдайы меніңменен бірге болды. Менің әкеңізге бар күшімменен қызмет еткенімді өзлеріңіз білесіз. Дегенменен әкеңіз маған пәнт беріп, қызмет хақымды 10 мәртелеп өзгертті. Соған қарамастан, Құдай оның маған жаманлық етеуіне жол қоймады. Ол жағал маллар сенің қызмет хақың болады дегенде, барлық сүру жағал туатұғын еді. Ал ол ала-шұбар маллар сенің қызмет хақың болады дегенде, барлық сүру ала-шұбар туатұғын еді. Солай етіп, Құдайдың өзі әкеңіздің малларын алып қойып, оларды маған берді. Маллардың шағылысу маусымінде бір күні түс көрдім. Түсімде сүрудегі ұрғашы маллар менен шағылысқан еркек маллардың ала-шұбар һәм жағал екенін көрдім. Құдайдың періштесі түсімде маған: Яқып, деді. Ләббай, дедім мен. Ол: қара, ұрғашы маллар менен шағылысқан еркек маллардың барлығы ала-шұбар һәм жағал. Өйткені Лабанның саған не істеп атырғанының һәммесін көрдім. Мен саған Бейтелде көрінген Құдайман. Сен ол жерде естелік тасын орнатқан едің, һәм оның үстіне зайтун майын құйып, маған уәде берген едің. Енді бұл жерден кетіп, өзіңнің туылған еліңе қайт, деді. Сонда Рахила менен Лея Яқыпқа: енді әкеміздің үйінде біздер үшін үлес те, мирас та қалып беді. Ол үшін біздер жат адамлар сияқлы емеспіз бе? Себебі ол біздерді сатып қана қоймастан, біздер үшін алған ақшаны да жеп қойды. Сондықтан әкемізден Құдай алып қойған байлықлардың һәммесі біздерге һәм балаларымызға тиесілі. Енді Құдай саған не айтқан болса, соны істе, деп жауап берді. Солай етіп, Яқып ұллары менен хаялларын түйелерге міндірді. Ол өзінің барлық малларын алдына салып, Паддан Арамда арттырған барлық мал мүлкін алды да Қанан жеріне әкесі Исаққа бару үшін жолға шықты. Лабан қойларының жүнлерін қырқуға кеткенде, Рахила әкесінің киелі мүсінлерін ұрлап алды. Оның үстіне Яқып та өзінің кететұғынын айтпай, арамлы Лабанды алдап кетті. Солай етіп, ол өзінің һәмме нәрсесін алып қашып кетті. Һәм Ефрат дариясынан өтіп, таулы Гилад өлкесіне қарай жол алды. Үшінші күні Лабан Яқыптың қашып кеткенлігі туралы хабар тапты. Ол ағайын туғанларын жанына алып, оны қуып кетті. 7 күннен соң таулы Гилад өлкесінде оны қуып жетті. Бірақ сол күні түнде Құдай арамлы Лабанның түсіне еніп, оған: абайлы бол, Яқыпқа жақсы да, жаман да еш нәрсе айтпа, деді. Лабан Яқыпты қуып жеткенде, Яқып таулы Гилад өлкесінде шатырын тігіп қойған еді.
Лабан да өзінің ағайын туғанлары менен бірге сол жерге шатыр тікті. Сонда Лабан Яқыпқа былай деді: бұл не қылғаның? Мені алдап, қызларымды ұрыста қолға түскен тұтқын сияқлы алып кетіпсен ғой. Неге мені алдап, жасырын түрде қашып кеттің? Маған неге айтпадың? Мен сені дәп қақтырып, лира шерттіріп, қосықлар айттырып, ойын күлкіменен шығарып салар едім ғой. Сен хатте ақлықларымды һәм қызларымды сүйіп, қошласуға да мүмкіншілік бермедің. Сен ақмақларша іс тұттың. Сізлерге жаманлық істеуге күшім жетеді. Бірақ өткен түнде әкеңіздің құдайы маған: абайлы бол, Яқыпқа жақсы да жаман да еш нәрсе айтпа, деді. Түсінемен, әкеңнің үйін қатты сағынғаның үшін кетіп қалғансаң. Бірақ неге сен құдайларымның мүсінлерін ұрлап кеттің? Яқып Лабанға былай деп жауап берді: мен сізді қызларын күшпенен тартып алады деп қорықтым. Бірақ егер құдайларыңыздың мүсінлерін кімнен тапсаңыз, ол тірі қалмасын. Ағайын туғанларымыздың көз алдында өзіңіз тексеріп көрің. Егер менен сіздің бір нәрсеңіз табылса, алып кетің. Яқып Рахиланың бұтлардың мүсінлерін ұрлағанын білмейтұғын еді. Лабан Яқыптың, Леяның һәм екі шорының шатырларын қарап шықты. Бірақ мүсінлерді таба алмады. Ол Леяның шатырынан шығып, Рахиланың шатырына кірді. Рахила киелі мүсінлерді алып, түйенің ерінің астына қойып, оның үстіне отырып алған еді. Лабан шатырды толық тексеріп шықса да, мүсінлерді таба алмады. Рахила әкесіне: мырзам, сіз келгеніңізде тұрып, күтіп алмағаным үшін ашуыңыз келмесін. Өйткені қазір хаял қызларға тән жағдайдамын, деді. Солай етіп, Лабан қанша ізлесе де мүсінлерді таба алмады. Яқып ашуға мініп, Лабанға бақырынып сөйлеп былай деді: айбым не? Бүйтіп ізімнен қуғандай мен не күнә істедім? Сіз менің барлық затларымды тінтіп шықтыңыз. Бірақ өзіңізге тиесілі бір нәрсе таптыңыз ба? Егер тапқан болсаңыз, оны мына жерге ағайын туғанларымыздың алдына қойың. Олар екеумізге төрелік қылсын. Мен 20 жыл сіздікінде жасадым. Қой ешкілеріңіз ешқашан іш тасламады. Сіздің сүруіңізден бір қошқар да жемедім. Жабайы хайуанлар бауызлап таслағанларын сіздің алдыңызға әкелмей, зәлелін өз мойныма алатұғын едім. Ал сіз болсаңыз, малыңыздың күндіз ямаса түнде ұрлануына қарамастан, меннен әрбір малыңыздың құнын талап етер едіңіз. Күндіз ыстыдан, түнде суықтан азап шегетұғын едім. Көзлерімнен ұйқы қашатұғын еді. Менің сіздің үйіңіздегі 20 жыллық өмірім осылай өтті. Мен сізге 14 жыл екі қызыңыз үшін, 6 жыл сүруіңіз үшін қызмет еттім. Ал сіз қызмет хақымды 10 рет өзгерттіңіз. Егерде әкемнің һәм бабам Ибраимның құдайы, яғни Исақ қорыққан құдай менен бірге болмағанда, сіз мені құр қол қайтарған болар едіңіз. Бірақ құдай менің шеккен азабымды һәм істеген ауыр минетімді көріп, кеше түнде мені жақлап төрелік етті. Лабан Яқыпқа былай деп жауап берді: мына қызлар менің қызларым, бұл балалар менің ақлықларым, бұл сүрулер менің сүрулерім. Сен көріп тұрған нәрселердің һәммесі менікі. Бірақ енді мен өз қызларыма һәм олардан туылған ақлықларыма не істей аламан? Кел енді арамызда гуалық болатұғын келісім түзейік. Сонда Яқып бір тасты алып, оны естелік қылып қойды. Соң ағайын туғанларына тас жинап келіңдер, деді. Олар тасларды жинап әкеліп, бір үйіншік істеді. Һәм сол үйіншіктің жанында отырып ауқат жеді. Лабан үйіншікті Егар Сахадута, Яқып Гал-Эд деп атады. Лабан: бүгін бұл үйіншік біздің арамызда гуалық болсын дегенліктен ол жер Галет деп аталды. Сондай-ақ үйіншік Миспа деп те аталған. Себебі Лабан, біздер бір-бірімізден ұзақласып кеткенімізден кейін жаратқан ие біздерді күзетіп тұрсын. Егер сен қызларыма жаман қатынаста болсаң, ямаса олардың үстіне хаял алсаң, бұған гуа болатұғын адам болмаса да біліп қой.
Құдайдың өзі куә болады, деген еді. Лабан Яқыпқа және былай деді: мінекей, мынау үйіншік хам екеуміздің арамызда мен орнатқан естелік. Бұлар менің саған жамандық істеу үшін осы үйіншіктен ары өтпейтұғыныма хам сенің де маған жамандық істеу үшін бұл үйіншік хам естеліктен бері өтпейтұғыныңа куәлік болсын. Ибраим хам Нахордың құдайы, олардың ата-бабаларының құдайы, біздерге төрелік етсін. Сонда Яқып әкесі Исақ қорыққан Құдай хаққы ант ішті. Соңынан ол сол тауда құрбанлық шалып, ағайын туғанларын ауқатқа шақырды. Олар ауқатланып болып, тауда түнеп қалды. Ертеңіне Лабан таң азанда тұрып, ақлықларын хам қызларын сүйіп, оларға патиясын берді. Соңынан ол үйіне қайтып кетті. Жаратылыс кітабы 32 бап. Яқып жолын давам етіп баратырғанда, оған Құдайдың періштелері дұс келді. Яқып оларды көргенде, бұл Құдай лашкерлерінің ордасы екен ғой, деп, ол жерді Маханаим деп атады. Яқып Эдом жерінде, яғни Сейір жерінде жасайтұғын ажағасы Есауға өзінен алдын хабаршылар жіберді. Яқып оларға бұйырып: мырзам, Есауға құлы Яқыптың осы уақытқа шекем Лабандікінде болып, сол жерде жасағанын, қара маллар, ешеклер, қой ешкілер, құлхам шорларға ие болғанын, енді ол мырзасының кеулін табу үшін бұл хабарды жоллап атырғанын айтыңлар, деді. Хабаршылар қайтып келіп, Яқыпқа: біздер ажағаңыз Есауға бардық. Ол 400 адам менен бірге сізді қарсы алуға киятыр, деді. Сонда Яқып қатты қорқып, албырап қалды. Ол адамларын, қой ешкілерін, қара малларын, хам түйелерін екі топарға бөлді. Яқып: егер Есау келіп, бір топарды қырып тасласа, екінші топар құтылып қалуы мүмкін, деп ойлады. Соңынан Яқып былай деп дуа етті: атам Ибраимның хам әкем Исақтың Құдай иесі, сен маған өз еліңе хам туған туысқанларыңа қайт, мен саған жақсылық қыламан, деген едің. Мендей құлыңа көрсеткен жақсылығыңа хам садықлығыңа лайықлы емеспен. Мен Иордан дариясын кесіп өткенімде таяғымнан басқа хеш нәрсем жоқ еді. Енді болса 2 топар болып қайттым. Жалбарынаман, мені ажағам Есаудан қорға. Өйткені мен оның келіп, мені хам менің балаларымды аналарыменен бірге өлтіреуінен қорқаман. Сен маған, саған жақсылық қыламан, ұрпағыңды теңіздің құмындай сансыз етіп көбейтемен, деген едің. Яқып түнді сол жерде өткізді. Ол өзінде бар затлардан ағасы Есауға сауға ету үшін ажыратты. Ол өзінде бар затлардан ағасы Есауға сауға ету үшін ажыратты. Олар 200 бас ешкі, 20 бас теке, 200 бас қой, 20 бас қошқар, 30 бас боталы түйе, 40 бас сиыр, 10 бас бұға, 20 ұрғашы хам 10 еркек ешек еді. Яқып оларды падаларға бөліп, құлларына тапсырды. Хам оларға: менің алдымда жүріңлер, хар паданың арасында аралық болсын, деді. Ол бірінші болып жүретұғын құлға былай деп бұйрық берді: ажағам Есау сені ұшыратып, сеннен кімнің құлысаң, қаяққа баратырсаң, алдыңдағы мына пада кімдікі деп сораса, оған: бұлар құлыңыз Яқыптікі. Олар мырзам Есауға жіберілген сауға. Міне, оның өзі де біздің ізімізден киятыр, деп айт. Яқып екінші, үшінші болып киятырған құлларға хам падаларды айдап киятырғанлардың хаммесіне де бұйырып, Есау менен ұшырасқаныңызда сізлер де солай айтыңлар: құлыңыз Яқып ізімізде киятыр, деңлер, деді. Себебі Яқып өзімнен бұрын жіберген сауғаларым менен оның жүрегін жібіткенімнен соң ғана оның көзіне көрінейін. Мүмкін сонда ол
мені қабыл етер деп ойлады. Солай етіп, Яқыптың сауғалары өзінен алдын жіберілді. Ал өзі қонысылаған жерінде түнеп қалды. Сол күні түнде Яқып орнынан тұрып, 2 хаялын, 2 шорысын һәм 11 ұлын жанына алып, Яббық дариясының өткелінен өтті. Оларды дариядан өткізгеннен соң, өзінің барлық затларын да өткізді. Кейін Яқып жалғыз өзі қалды. Сонда бір адам оның менен таң атқанша күресті. Ол Яқыпты жеңе алмайтұғынын білгенде, Яқыптың жамбасына ұрып жіберді, һәм оның жамбас сүйегі шығып кетті. Сонда ол адам, мені жібер, таң атып келатыр, деді. Бірақ Яқып оған, маған патияңды бермегенше сені жібермеймен, деді. Ол адам Яқыптан, атың кім деп сұрады. Ол, Яқып деп жауап берді. Сонда ол адам, бұннан былай сен Яқып емес, ал Израиль деп аталасаң. Өйткені сен Құдай һәм адамлар менен күресіп, жеңіп шықтың, деді. Яқып оған, өтініш, атыңызды айтыңыз, деді. Бірақ ол адам, не үшін менің атымды сорап атырсаң, деді. Соңынан ол сол жерде Яқыпқа патиясын берді. Яқып, мен Құдайды 100-100 көрдім, бірақ тірі қалдым, деп сол жерді Пенуел деп атады. Ол Пенуелден кетіп баратырғанда күн шықты. Жамбасы ауырғанлықтан ол ақсаңлап жүрді. Яқыптың жамбас сүйегіндегі сіңірі зақым көргенліктен, Израильлар осы күнге дейін жамбас сүйектің сіңірін жемейді. Жаратылыс кітабы 33 бап. Яқып қарап, Есаудың 400 адам менен келатырғанын көрді. Сонда Яқып балаларды Леяға, Рахилаға һәм 2 шорысына бөліп тапсырды. Ол 2 шорысы менен олардың балаларын алдына, Леяны һәм оның балаларын ортаға, Рахила менен Юсупты ең соңына қойды. Яқыптың өзі хаммесінің алдына шығып, ажағасының жанына жеткенше жерге дейін иіліп 7 рет тәжім етті. Бірақ Есау Яқыпты қарсы алу үшін жүгіріп барды да оны мойнынан құшақлап сүйді. Һәм олар екеуі де жылап жіберді. Соңынан Есау қарап, хаяллар менен балаларды көрді. Һәм Яқыптан, жаныңдағы бұл адамлар кімлер? деп сұрады. Яқып оған, бұлар Құдайдың сіздің құлыңызға сыйлаған балалары, деп жауап берді. Сонда шорлар һәм олардың балалары жақындап келіп тәжім етті. Кейін Лея һәм оның балалары, ең ақырында Юсуп һәм Рахила келіп, оған тәжім етті. Есау Яқыптан, жолда мен ұшыратқан адамлар менен падаларды не мәністе жібердің, деп сұрады. Яқып оған, мырзамның кеулін табу үшін жібердім, деп жауап берді. Бірақ Есау Яқыпқа, інім, менің дүния малым көп, өзіңдікі өзіңе бұйырсын, деді. Яқып, маған мейірім көрсетіп, сауғамды қабыл етің. Сіздің жүзіңізді көріп, Құдайдың жүзін көргендей болдым. Өйткені сіз мені жылы жүзділікпенен қарсы алдыңыз. Өтініш, сізге жіберген сауғаларымды қабыл етің. Себебі Құдай маған жақсылық істегенліктен менде һәмме нәрсе бар, деді. Яқып жыланып қоймағанлықтан Есау сауғаларды қабыл етті. Соңынан Есау, жүріңдер кетейік, мен сенің алдыңда жүремен, деді. Бірақ Яқып оған, мырзам, өзіңіз білесіз, балаларым жас, қой һәм сиырларым да түллеген. Егер малларды бір күн қатты айдасақ, һәммесі өліп қалады. Мырзам, құлыңыздан алдын кете берің, мен малларымның һәм балаларымның жүрісіне қарап, әсте ақырын бара беремен. Солай етіп, сейірде мырзама жетіп аламан. Есау оған, жанымдағы адамлардың бірнешесін саған қалдырып кетейін, деді. Бірақ Яқып, бұның қажеті жоқ, мырзамның маған мейірім көрсеткенінің өзі жеткілікті, деді. Солай етіп, Есау сол күні сейірге қайтып кетті.
Ал Яқып Сукотқа кетіп, сол жерде өзі үшін үй, маллары үшін қоралар құрды. Сондықтан сол жер Сукот деп аталды. Соңынан Яқып Паддан Арамнан Қанан жерінің Шехем қаласына аман есен қайтып келіп, қаланың сыртына шатырларын тікті. Ол шатырларын тіккен осы жерді Шехемнің әкесі Хамордың ұлларынан 100 кесита күміске сатып алды. Яқып ол жерде құрбанлық орын құрып, оны Эл-Элохе Израиль деп атады. Жаратылыс кітабы 34 бап. Бір күні Яқыптың Леядан туылған қызы Дина сол жердің қызларын көру үшін шықты. Ол жердің биі Хиу халқынан болған Хамордың ұлы Шехем Динаны көргенде оны ұстап алып, оған зорлық істеді. Жігіттің Яқыптың қызы Динаға кеулі кетіп, оны сүйіп қалды. Хам оған жылы сөйледі. Шехем әкесі Хаморға, бұл қызды маған хаялыққа алып бер деді. Яқып қызы Динаның намысы аяқ асты етілгенін есіткенде, ұллары жайлауда мал бағып жүрген еді. Сондықтан Яқып олар қайтып келгенше үндемеді. Сол уақытта Шехемнің әкесі Хамор Яқыппенен сөйлесу үшін оның алдына барды. Ал Яқыптың ұллары болған уақияны есте сала жайлаудан қайтып келді. Олар ашуланып Ғазепке мінді. Өйткені Шехем Яқыптың қызын зорлап, Израильдің абырайын төккен, хам істеуге болмайтұғын істі істеген еді. Сонда Хамор оларға былай деді: ұлым Шехемнің кеулі қызыңызда, қызыңызды оған хаялыққа берін. Бір-бірімізбенен құда тамыр болайық. Қыз алысып, қыз берсейік. Біздерменен бірге жасай беріңлер. Еліміздің қалеген жерінде емін еркін жасап, сауда сатық қылыңлар, хам мүлік иеленіңлер. Кейін Шехем де қыздың әкесіменен ажағаларына, кеуліңіз толу үшін сіздерге қалегеніңізді беремен. Меннен қанша қалың мал хам сауға талап қылсаңлар да, хаммесін беремен. Тек қызыңызды маған хаялыққа берсеңіз болғаны, деді. Яқыптың ұллары қарындасы Динаның намысын аяқ асты еткені үшін Шехемге хам оның әкесі Хаморға хилеменен жауап беріп, оларға былай деді: Яқ, біздер бұндай қыла алмаймыз. Қарындасымызды сүннет етілмеген адамға бере алмаймыз. Өйткені бұл біздер үшін шерменделік болады. Тек мына шартымызды қабыл етсеңіз ғана разы боламыз. Сіздердің har бір ер адамыңыз біздер сияқлы сүннет етілсе, бір-бірімізге қыз беріп, қыз алысамыз. Сіздерменен бірге жасап, бір халық боламыз. Егер сүннет болуға келісім бермесеңіз, қызымызды алып қайтамыз. Бұл сөзлер Хамор менен оның ұлы Шехемге мақұл түсті. Әкесінің үйінде хаммеден көп құрметке ие болған жас жігіт Шехем бұл талапты орындауды тезлестірді. Себебі ол Яқыптың қызына ашық еді. Солай етіп, Хамор хам оның ұлы Шехем қала халқыменен сөйлесу үшін қала дарвазасына барды. Хам оларға былай деді: бұл адамлар біздерге достық қарым қатынаста. Олар жерімізде жасап, сауда сатық қылсын. Жер кең, оларға да жетеді. Олар менен қыз алысып, қыз берсейік. Олар тек мына шартпенен ғана біздерменен бірге жасап, бір халық болуға разы болады. Біздердің har бір ер адамымыз олар сияқлы сүннет етілуі керек екен. Олар тек мына шартпенен ғана біздерменен бірге жасап, бір халық болуға разы болады. Біздердің har бір ер адамымыз олар сияқлы сүннет етілуі керек екен. Егер солай істесек, олардың сүрулері, мал-мүлклері, хам барлық маллары біздердікі болмай ма? Келіңлер, оларға келісім берейік. Олар біздерменен бірге жасап қалсын. Қала тұрғындарының хаммесі Хамордың хам оның ұлы Шехемнің сөзлерін қабыл етті. Хам қаладағы барлық ер адамлар сүннет етілді. Үшінші күні олар ауырып жатырғанда, Яқыптың екі ұлы Динаның ажағалары Шимон хам Леби қылышларын асынып алып, қалаға әркінішсіз кірді де барлық ер адамларды қылыштан өткерді. Олар Хаморды хам ұлы Шехемді де қылыштан өткізіп, Динаны Шехемнің үйінен
алып кетті. Қарындасының намысын аяқ асты қылғаны үшін Яқыптың ұллары өлгелерді тонап, қаланы талан-тараж етті. Олардың ірі майда малларын һәм ешеклерін, қаладағы да, жайлаудағы да барлық нәрселерін алып кетті. Және де олардың балаларын һәм хаялларын тұтқын қылып, бүткіл байлығын һәм үйлеріндегі барлық затларын олжа етті. Яқып Шимон һәм Левиге, сізлер осы жердің тұрғылары болған Қанан һәм Периз халқларын маған дұшпан қылып қойып, басыма бәле арттырдыңыз. Менің адамларым аз. Егер олар бірігіп маған қарсы шықса, мені қожалығым менен бірлікте жоқ қылады, деді. Бірақ олар, қарындасымызға бұзық хаялға қатынас жасағандай, қатынас жасауға жол қоюға бола ма, деді. Жаратылыс кітабы 35 бап. Құдай Яқыпқа: қанеки енді Бейтелге бар да, сол жерге орын алас. Ажаған Есаудан қашып баратырғаныңда, саған көрінген Құдайға арнап, сол жерде құрбанлық орын құр, деді. Сонда Яқып қожалығына һәм жанындағылардың һәммесіне былай деді: өзлеріңіздегі жат құдайлардың мүсіллерін лақтырып таслаңлар. Өзлеріңізді пәклеп, киімлеріңізді алмастырыңлар. Жүріңлер, бұл жерден кетіп Бейтелге барайық. Қиын күнлерімде маған жауап берген һәм жүрген жолларымда менің бірге болған Құдайға арнап, мен сол жерде құрбанлық орын құрайын. Сонда олар өзлеріндегі жат құдайлардың мүсіллерін һәм құлақларындағы сырғаларын Яқыпқа берді. Яқып оларды Шехемге жақын жердегі бір теребинфтің түбіне көміп таслады. Соңынан олар жолға түсті. Құдай атраптағы қалалардың тұрғыларына күшлі қорқыныш жібергенліктен, ешкім олардың ізіне түспеді. Солай етіп, Яқып жанындағы барлық адамларменен бірге Қанан жеріндегі Лузға, яғни Бетелге жетіп келді. Яқып ол жерде құрбанлық орын құрып, сол жерді Эл-Бетел деп атады. Өйткені Яқып ажағасынан қашып баратырғанда, Құдай сол жерде оған көрінген еді. Сол арада Ребекканы емізіп баққан Дебора деген хаял қайтыс болды. Ол Бетелдің құбыласындағы бір емен ағашының түбіне жерленіп, сол емен ағашы жоғлау емені деп аталды. Яқып Падан Арамнан қайтып келгеннен кейін, Құдай оған және көрініп, оны былай деп жарылқады: сенің атың Яқып, бірақ бұннан былай сенің атың Яқып емес, ал Израиль болады, деп оны Израиль деп атады. Құдай оған және: мен құдіреті күшлі Құдайман, өсіп-өніп көбей, сенен бір халық хатте көплеген халықлар пайда болып, сенің ұрпағыңнан патшалар келіп шығады. Мен Ибраимға һәм Исаққа берген бұл жерді саған һәм сенен кейінгі ұрпақларыңа беремен, деді. Соңынан Құдай Яқыппенен сөйлескен жерден жоғары көтеріліп кетті. Яқып Құдай өзіменен сөйлескен жерде тастан естелік орнатып, оның үстіне шарап һәм зайтун майын құйды. Ол Құдай өзіменен сөйлескен жерді Бейтел деп атады. Олар Бейтелден шығып, Ефратқа жетуге аз қалғанда, Рахиланың толғағы тұтып, ол қиыншылықпенен босанды. Ол азап шегіп туып атырғанда, кіндік шешесі оған: қорқпа, сен және бір ұл тудың, деді. Рахила өліп баратырып, соңғы демін шығарарда, ұлын Бинони деп атады. Бірақ әкесі оның атын Бениамин деп қойды. Солай етіп, Рахила қайтыс болып, Ефратқа, яғни Бетлехемге баратығын жол бойына жерленді. Яқып оның қабірі үстіне құлпытас орнатты. Рахиланың қабірінің құлпытасы бүгінгі күнге шекім бар. Соннан кейін Израиль және көшіп, Эдер минарасының арғы жағына шатырын тікті. Израиль сол жерде жасап атырғанда, ұлы Рубен әкесінің тоқалы болған Билхаменен жатты. Әкесі бұл туралы есітті. Яқыптың 12 ұлы бар еді. Оның Лиядан туылған ұллары: тұңғышы Рубен, кейін Шимон, Леви, Яхуда, Иссахар һәм Зебулон.
Оның Рахиладан туылған ұллары Юсуп һәм Беньямин. Рахиланың шорысы Билхадан туылған ұллары Дан һәм Нафтали. Леяның шорысы Зилпадан туылған ұллары Гад һәм Ашер. Бұлар Яқыптың Паддан Арамда туылған ұллары. Яқып әкесі Исхақтың үйіне Мамреге келді. Мамре Кирият Арбаның, яғни Хебронның жанында болып, ол жерде Ибраим һәм Исақ келгінді болып жасаған еді. Исақ 180 жыл жасады. Ол мазмұнлы өмір сүріп, қартайып, демі таусылып, қайтыс болды, һәм өз ата-бабаларына қосылды. Ұллары Есау менен Яқып оны жерледі. Жаратылыс кітабы 36 бап. Есаудың, яғни Эдомның шежіресі мынадай. Есау мына Қананлы қызларға үйленді. Біріншісі Хет халқынан болған Элонның қызы Ада, екіншісі Хию халқынан болған Сибонның ақлығы Ананың қызы Ахалибама, және де ол Исмаилдың қызы Небайоттың қарындасы Басиматқа да үйленді. Ада Есауға Елифазды, Басимат Реулды, Ахалибама Еушты, Яламды һәм Қорақты туып берді. Бұлар Есаудың Қананда туылған ұллары еді. Кейін Есау хаялларын, ұлларын, қызларын, үйіндегі барлық адамларын, һәм малларын һәм Қананда арттырған бүткіл мал-мүлкін алып, інісі Яқыптан бөлекленді де басқа бір елге көшіп кетті. Олардың мал-мүлкі соншалық көп болғанлықтан, олар енді бірге жасай алмады. Өзлері жасаған бұл жерлер олардың малларына тарлық етіп қалған еді. Солай етіп, Есау, яғни Эдом, таулы Сейір жеріне орналасты. Таулы Сейір жерінде жасаушы Эдомлылардың түп атасы болған Есаудың шежіресі мынадай. Есаудың ұлларының атлары, оның хаялы Ададан Елифаз, ал хаялы Бесиматтан Реул туылды. Елифаздың ұллары Теман, Омар, Сефо, Гатам һәм Кеназ. Есаудың ұлы Елифаздың тоқалы Тимна күйеуіне Амелекті туып берді. Бұлар Есаудың хаялы Аданың ақлықлары. Реулдың ұллары Нахат, Зерах, Шамма һәм Миза. Бұлар Есаудың хаялы Бесиматтың ақлықлары. Сибонның ақлығы һәм Ананың қызы болған Ахилабаманың күйеуі Есауға туып берген ұллары Еуш, Ялам һәм Қорах. Есаудың ұрпақларынан келіп шыққан ұру билері мыналар. Есаудың тұңғышы Елифаздың ұллары Теман би, Омар би, Сефо би, Кеназ би, Қорах би, Гатам би һәм Амелек би. Бұлар Эдом жерінде Елифаздың ұрпағынан шыққан билер болып, Аданың ақлықлары еді. Есаудың ұлы Реулдың ұллары Нахат би, Зерах би, Шамма би һәм Миза би. Бұлар Эдом жерінде Реулдың ұрпағынан шыққан билер болып, Есаудың хаялы Бесиматтың ақлықлары еді. Есаудың хаялы Ахилабаманың ұллары Еуш би, Ялам би һәм Қорах би. Бұлар Ананың қызы. Есаудың хаялы Ахилабамадан тараған билер еді. Бұлардың хаммесі Есаудың, яғни Эдомның ұллары һәм ұру билері. Эдом жерінде жасаған Хор халқынан болған Сейірдің ұллары мыналар: Лотан, Шобал, Сибон, Ана, Дишон, Эсер һәм Дишан. Бұлар Сейірдің ұллары болып, Эдом жерінде Хор халқының ұру билері еді. Лотанның ұллары Хори һәм Хемам. Тимна Лотанның қарындасы еді. Шобалдың ұллары Алуан, Манахат, Эбал, Шефо һәм Онам. Сибонның ұллары Ая һәм Ана.
әкесі Сибонның ешеклерін бағып жүріп, шөлде ыссы бұлақ тапқан ұсы Ана еді. Ананың балалары Дишон хам қызы Ахилабама. Дишонның ұллары Хемдан, Эшпан, Итран хам Керан. Эсердің ұллары Билхан, Зауан хам Ахан. Дишанның ұллары Ус хам Аран. Хор халқының ру билері мыналар: Лотан би, Шобал би, Сибон би, Ана би, Дишон би, Эсер би, хам Дишан би. Бұлар Сейір жеріндегі Хор халқының ру билері еді. Израилда патша болмастан бұрын Эдом елінде төмендегі патшалар хумдарлық етті. Бейор ұлы Бела Эдом патшасы болды. Оның қаласының аты Динхаба еді. Бела өлгеннен кейін оның орнына Босра қаласынан болған Зерах ұлы Иобаб патша болды. Иобаб өлгеннен кейін Теманлардың жерінен келген Хушам патша болды. Иобаб өлгеннен кейін Теманлылардың жерінен келген Хушам патша болды. Хушам өлгеннен кейін Муаб елінде Мидианларды қиратқан Бедат ұлы Хадат патша болды. Оның қаласының аты Ауит еді. Хадат өлгеннен кейін оның орнына Масрекалы Самла патша болды. Самла өлгеннен соң оның орнына Дария бойындағы Рехоботтан болған Шаул патша болды. Шаул өлгеннен соң оның орнына Ахбор ұлы Бал Ханан патша болды. Ахбор ұлы Бал Ханан өлгеннен соң оның орнына Хадар патша болды. Оның қаласының аты Пау еді. Хадардың хаялы Мехетабел, Мезахаптың ақлығы Матреттің қызы еді. Тірелеріне һәм жерлеріне қарай Есаудың ұрпағынан келіп шыққан билердің атлары мынадай: Тимна би, Алуа би, Етет би, Охоли Бама би, Эла би, Пинон би, Кеназ би, Теман би, Мипсар би, Магдиел би, хам Ирам би. Бұлар өзлері иелік еткен өлкеде жасаған жерлеріне өзлерінің атларын берген Эдом билері еді. Эдомлылардың түп бабасы Есау еді.